Саламатсыздар ма ата-аналар? Сіздерге арналған мынадай бауырсақ ертегісі желісі бойынша дайындалған кеңесті ұсынғым келіп отыр. Ертеде бір кемпір мен шал болыпты. Олардың балалары болмаған екен. Bir күні шалы кемпіріне бауырсақ пісіріп беруге кетті. Кемпірі қаптың түбін қақты, ыдыстың түбін кірді, сөйтіп бір бауырсақ пісірді. Бұл жердегі бірінші өсиет отбасын толықтыру мәселесін саналы қарап, дұрыс жоспарлаған маңызды. Сонымен қаптың түбін қағып, ыдыстың түбін қырып, бір бауырсақ пісірді. Оны терезенің алдына суытуға қойды. Ал бауырсақ болса терезеден домалап түсіп қаша жөнелді. Бұл жердегі екінші өсиетіміз балаларды қараусыз қалдыруға болмайды. Бауырсақ жолмен домалап келеді, алдынан қоян, аю, қасқыр шығады. Бәрі де оны жеп қоям деп қорқытады, бірақ ол олардан өлең айтып беріп құтылып кетеді. Бұл жердегі өсиетіміз балаңызды қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауға үйретіңіз. Бауырсақ олардан құтылып ары қарай домалап кете береді. Сол кезде алдынан түлкі шығады. Ол мейірімді, жұмсақ та жағымды сөйлейді. Ол өте қу. Бұл жердегі төртінші өсиетіміз балаңызға жақсылық пен жамандықтың не екенін, кейбір адамдардың ниетін тани білуге үйреткен өте маңызды. Бауырсақты алдап түсіріп, түлкі оны жеп қойды. Бесінші өсиетіміз баланы өмірдің әртүрлі қиындықтарынан намыс пен абыройын сақтап, өміріне қауіп төндірмей шыға алуға үйрету керек. Тәрбиелеу дегеніміз баланың ақыл-парасаты мен жүрегіне жаныңды сала отырып тәлім беру. Балаға үйде, жолда да құлағына жақсы тәрбиені құйып отырған маңызды. Ата-ананың қолдары бос болмаса да, баласымен бірге уақыт өткізіп, оған көңіл бөлген дұрыс. Әңгімелесіп, пікір алысу арқылы оның қиындықтары мен мәселелерін не мазалайтынын біліп алуға болады. Сіздерге кеңес. Балаңызды қарап қуаныңыз. Балаңызбен жұмсақ әуенде сөйлесіңіз. Егер балаңыз сізбен сөйлесетін болса, оны құлақ қойып ынтамен тыңдаңыз. Балаңызға анық және қатаң талап қойыңыз. Балаңызға сөйлеген сөзіңіз түсінікті және қарапайым болсын, шыдамды болыңыз. Балаға әр күні кітап оқып беріңіз, немесе өзіне оқытыңыз. Балаңыздың жаңа әсерлерге ие болуы және оны сізге айтып беру туралы ойланыңыз. Балаңыз бір нәрсені айтып жатқанда оны тоқтатпаңыз. Балаға шамадан тыс көп сұрақ қоймаңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.